тіл сақтаушылық. Дүниедегі һәмме халықтың рухы өзінің ана тілі. Сол себепті әр милләт алдыменен ана тілін жоғалтпаудың себептеріне мақтап жабысқан. Бірақ тіл, дін, әдебиет сияқты нәрселер мал, дәулет арқасында сақтай алмайынша, жұрттың ішінен шыққан талапты, жаужүрек, халық үшін білімін, қаламын аямайтын ер көңілді жігіттердің қызметімен сақталады. Ондай халық адамы екі түрлі болады. Біреуі шайырлардың, яғни өлеңші ақындардың жыры, өлеңмен сақталады. Екіншісі романистер, яғни халық жайынан халықтың жақсы, жаман жағын хикаят қылып жазып, жұртқа көргізуші адамдарыменен сақталады. Біздің қазақ, қырғыз аталарымыздың жігіттің күзгісі, айнасы деген һәм жақсы жігіт пен жақсы ат көптікі деген мақалдары бар. Сол сияқты халық үшін туған ерлер арасында дін, тіл, намыс деген нәрселер сақталады. Мұндай адамдар әр жұрттың ішінен шығып, өзінің дінін, тілін сақтап, өз жұртының абыройын көтеріп келе жатыр. Бізге үлгі боларлық халық толып жатыр. Біздің қазақ, қырғыз тілінің жоғалмауы үшін біздің ішімізден де осындай қаламын халық пайдасына жұмсайтын жігіттер шығып, халық пайдаланғандай әртүрлі өлеңдер, әртүрлі халық жайынан кітаптар жазуға керек. Өзіміздің түрік тіліменен әртүрлі балаларымызға оқытуға лайықты мектеп кітаптарын жазып, келешек күніміз үшін зор дәулет әзірлеуге керек. Бүтін түрік, татар, башқұрт, мишір, ғұсманлы секілді халықтардың арасында бұзылмаған сап түрік тілі біздің қазақ-қырғыз тілі екендігін бізге араласқан адамдардың бәрі де біледі. Бұлайша болған соң қолымыздағы дәулеттің қадірін біліп, тіліміздің бай кезінен оқыған жастардың қызмет етіп қимылдап қалатын уақыты келді. Ресейдің мемлекетінде общее образование, яғни ғұмымы тегіс оқу басталайын деп тұр. Қазақ халқы тілге, әдебиетке кедей емес, бірақ басы қосылып, құралмағандықтан білімсіз самарқау жатыр. Ғұмымы оқу басталғанша өз ана тілімізде балаларымыз үшін кітаптар жазып, бағдарламаға кіргізуге даярлануға тиіс қой. Біздің ел ішінде түрлі халық араласа бастады. Сол себепті кейінгі жастарымыздың тілі кәдімгідей бұзылып бара жатыр. Қазақ жерінде қазақтан да орыс, хақол көп болу себепті қазақ жастары әр нәрсенің атын, есімін орысша айтқанына мәз болып, өз тілін ұмытады. Күнбатыста Польша дейтін жерде поляк ішінде бөлініп қалған аз ғана татарлар бар, поляк-татар деп айтылады. Солар осы күнде өз тілін ұмытып, бала-шағасына шейін орыс тіліменен сөйлейді. Сол сияқты біздің қазақ жастарының көбі орысша оқығандар өз тілін ұмытып, яки ұмытпаса да қазақ тіліменен сөз айтуға намыстанушыларымыз жоқ емес. Біз милләтке олардан онша көп пайда үміт ете алмаймыз. Ондай адамдардың көбі өз тілінің, өз дінінің қадірін білмей, тек қана өз құрсағына қызмет етіп келеді. Біздің милләтке қызмет етушілеріміз бір жағы мұсылманша, бір жағы орысша білімі болған жігіттерімізден болады. Бұл замандағы педагогтардың сөзіне қарағанда, бала ең кемі 3 жыл, яки 4 жыл ана тілімен оқуға тиісті болады. Біз қазақ балаларына сол 3 жыл ішінде өз тілімізде кітаптар оқыған сияқты татар тілінен де хабарсыз етпеске керек. Жаңаша мектептен шыққан бала татар тіліне таныстығы болмаса, қалайша шаһарға барып, жоғары сыныпқа кіреді. Оның дәріс кітаптарына қалайша түсінеді. Бұл да ескерілетін бір жұмыс. Бізге бұл күнде басшы болған, халыққа үлгі көргізген жігіттеріміз жоқ емес қой. Мынау Маса мен қырық мысалды жазушы Ахмет Байтұрсынов секілді ерлерді халық қызметшісі деуге болады. Және де Айқап журналы менен Қазақстан газетінде халыққа жол жөн көргізген қызметтерін біздерге ұмытуға керек пе еді?
Ахмет Байтұрсынов әпенденің жалғыз қаз келгенменен жаз болама деген сияқты 6 миллионнан артық қазақ халқы үшін бір газет пен бір журнал шыққанменен халықтың сусыны басылмайды ғой. Сонда да ауадағы қазға қарап қолыңдағы торғайды ұшырма деген сияқты көп журнал, көп газетке дейін қолымыздағы екі құсымызды ұшырмайық. Шама келгенше ел жұрт болып дуам етуіне ждихат қылайық. Көп түкірсе көл болады деген ғой. Қандай ғана халық болса да білімі, ғылымы, мемлекетіндегі шығатын газет журналдары менен, әдебиетіменен өлшенеді. Қай жұрт білімді болса, ол жұрт ішінен шығатын газетте көп болады. Надан халықта біреу де болмайды. Қашанға дейін киіз үйлерімізбен сарығымызға мас болып күнімізді өткіземіз? Ау, жұрт, ашайық көзімізді, ұмтылайық ғылым білімге. Айқап журналының 1912 жылғы 9 санында жарық көрген мақала.